Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер. Отырыңыздар. Бүгін кім жоқ екен? Бүгін сабақта Жұмабай Дариға, Назарбай Гүлшатшев және Максим Фахархат. Олар ауырып жатыр. Жақсы, отыра қойыңыз. Үйге қандай тапсырма бердім? Кәні кім айтады екен? Жақсы, айта қойыңыз. Үйге тапсырма өзімді тестер және де сұрақтарға жауап беру. Өте жақсы, отыра қойыңыз. Келесі сұрақ, балдар. Үй тапсырмасының жаһандану дегенді қалай түсінесіңдер? Кім айтады? Айта қойыңыз. Жаһандану дүниежүзіндегі барлық елдерде экономика өмір салты, мәдениет пен ақпарат құралдарына ортақ бола бастады. Өте жақсы, қысқа және түсінікті. Отыра қойыңыз. Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тіл деген ойды үш сөйлеммен пайымдаңыздар дейді. Кім үш сөйлеммен пайымдайды, кім айтады? Айтады. Жалпы негізінде ұлтты дамытуда, ол біздің қолымызда, тілімізді жоғалтқан кезде ол біздің тарихымызды, өркениетімізді жоғалту. Сондықтан да әрқашанда тілімізді құрметтеп, мемлекеттік тілде барынша әрбір жерде сөйлеуге тырысу керек. Сонда ғана еліміздің бірлігі мен ынтымақтастығы және оның нығая түсуіне көмегін көрсетеді. Өте тамаша, отыра қойыңыз. Міне балалар, біз бүгін үй тапсырмасының барлық сұрақтарына толық жауап бердік. Енді жаңа сабаққа өтеміз. Бәріңіздер дәптерлеріңізді алып, бүгінгі жадыны жазыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз балдар шешендік өнер тарихы зерттеуі пән ретінде қалыптасуы. Шешендік өнер қазақ халқының ауыз әдебиетінің негізгі ерекше жанры болып табылады. Шешендік өнер қазақ халқының даналық үлгісі болып табылады. Шешендік сөздер тарихы бірнеше кезеңге бөлінеді. Бірінші 12-13 ғасырда Майқы би, Аяз би өмір сүрген кезеңдер. Екінші кезең 14-15 ғасыр Асан Қайғы, Жиренше шешен өмір сүрген кезеңдер. Үшінші 15-17 ғасыр Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би өмір сүрген кезеңдер. Қазақ шешендік өнері Майқы би мен Аяз биден басталады. Халық арасында түгел сөздің түбі бір, түп атасы Майқы би деген нақыл сөз содан қалған балдар. Шешендер ердің құнын екі ауыз сөзбен бітіретін болған. Біз қазақ даналы сөзге, аталы сөзге тоқтаған адамдармыз. Сондықтан да кез келген кезде біздің шешендеріміз дауды да екі сөзбен шеше алған. Шешендер ердің құнын екі ауыз сөзбен бітіретін деп те сондықтан айтылған. Жауласқан елдің арасында бітім айтатын даналық сөздің иелері өлтірік шешеннің айтуынша тәтті де тіл, әші де тілден деген. Шешендік өнердің қиындығы туралы Бұхар жырауда ерекше айтып кеткен балалар. Қазақ шешендік өнерінің тарихынан ерекше орын алатын Төле би. Қазіргі кезде шеше Төле бидің көптеген нақыл сөздері, өсиеттері, шешендік сөздері, толғаулары біздің тәрбиелік мәні зор деп айта аламыз. Қаздауысты Қазыбек би айтулы кемеңгерлеріміздің бірі. Сырдарияда дүниеге келіп,
Ұлытауда, Қаратауда өмір сүрген. Қаз дауысты Қазыбек бидің өлеңдерін біз әлі де талдаймыз. Үшінші бізде биіміз Айтеке би. Айтеке би жалпы халық арасында да өзінің Айтеке деп аталғанымен шын аты Айтақ болған. Енді балдар ары қарап тапсырма орындаймыз. Енді жаңа сабақ бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ? Сұрақтарыңыз бар ма? Онда жаңа тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырма, шешендік арнауларды оқып, кластерді толтырыңыздар. Тапсырманы орындаймыз. Бірінші тапсырма бойынша қайтып шығады? Шыға ойын. Бізге берілген тақырып оянушы Төле би, осы бойынша Төле би туралы біз білгенімізді жаздық. Төле би ұлы жүздің биі болған, атақты кісі болған, жалпы түрлі биліктерде өзінің төрелігін жүргізген. Қазыбек би, Айтеке би Төле бидің ішіндегі ең үлкен би болған. Қойшы би, Бала би, Төре би, Дала би деген осыған біршама атаулар берілген Төле биді. Басына бұл шешендік сөздерде басына түссе де өзінің болмысынан қайтпау және де болмысынан қайтпай адал, қатал, дана болуың және де дәстүрлі дәрмен татулық басты адамгершілік қасиет, ағайын туыс, дос дәрмен тату болу адамгершілік жақсы нысаны болады. Өте жақсы. Сонымен қатар Төле бидің шешендік сөзіне келетін болсақ, жаңбыр жаумаса жер жетім, басшы болмаса ел жетім, ұқпасқа айтқан сөз жетім, атың жақсы болса ер жігіттен пырағы, балаң жақсы болса жан мен тәннің шырағы. Бір үйдің баласы болма, көп үйдің санасы бол, бір елдің атасы болма, бар елдің данасы бол, көп тонның жағасы болма, көп қолдың ағасы бол. Ақты ақ деп бағала, қараны қара деп қарала, өзегің талса өзен бойын жағала, басыңа іс түссе көпшілікті сағала. Өзіңе өзің кәміл бол, халқыңа әділ бол. Жауыңа қатал бол, досыңа адал бол. Яғни бұл Төле бидің шешендік сөзінде әр адам өз-өзіне жауапты екені, сонымен қатар халқына әмірлігінде әділ болу керектігіне, жауына келгенде қатал болу керектігіне, досына келгенде адал болу керектігі жайлы айтылған. Сонымен қатар тек адам бір жақты ғана емес, сонымен қатар көп жақты болу керек туралы айтылған. Өте тамаша, иә? Өте тамаша. Келесі қайтып шығады? Шыға қойыңыздар. Бізге берілген тапсырма Қазыбек бидің шешендік сөздерінің жалпылама мағынасын түсіндіру. Қазыбек би бұқар жыраудың қартайған шағында көңілін сұрап, оның үйіне барып, сонда бұқар жырау маған бірден 10-ға дейінгі санын мағынасын ешкім айтып бере алмаған дейді. Сол жерде осы шешендік сөздердің жалпы мағынасы айтылады. Шешендік сөзде бірлік жайлы айтылған. Ердің жаманы
жаман қасиет туралы. Мысалы, жаңа 1-ден 10-ға дейінгі санның мағынасы туралы. 7 дегеніміз жетем деген мақсатына жете алмаған адамдар жайлы. Білікті адамнан білімді және белгілі бала тумаған жамандығы айтылған. Жалпы өлеңге келетін болса, өлеңде былай айтылған: 1 дегенім бірлігі кеткен ел жаман, 2 дегенім егесі өткен ер жаман, 3 дегенім 3 қунақты шідерден шошынар ат жаман, 4 дегенім төсекке шығалмаған кәрілік жаман, 5 дегенім белгілі адамнан білімді адамнан белгілі бала тумаған жаман, 6 дегенім аймағын билей алмаған кісі жаман, 7 дегенім жетем деген мақсатына жете алмаған жаман, 8 дегенім серкесіз бастаған қой жаман, 9 дегенім толғанғаныңыз, 10 дегенім ойланғаныңыз, о дүниеге жеткеніңіз деп жауап берген екен. Және де жалпы кластерде айтылған нәрселердің барлығы шешендік сөздің мағынасын ашып тұр. Өте жақсы. Келесі қайтушылары сіздер шығады. Айтекеевтің шешендік сөзін оқиды. Ашу деген ағын су, алдын ашсаң ақырар. Ақыл деген дария, алдын тоссаң тоқырар. Кісі бірге туыспау керек, туысқан соң сөз қоспау керек. Сөз қуған бәлеге жолығады, жол қуған олжаға жолығады. Яғни бұл Айтеке бидің шешендік сөзінде ашу, ыза, өсек туралы айтылған. Яғни осы жаман қасиеттерден сақ болу керектігі, ешқашанда ашуға салынбау қажет, бәрін сабырмен, ақылға салып шешуі қажет. Және де тағы бір жаман қасиет ол сөз қосу туралы айтылып тұр. Яғни бұл өте жаман қасиеттердің бірі. Адам баласы ешқашанда өзінің туысына, досына ешқашан сөз қосып сөйлемеу қажет. Яғни Айтеке бидің бұл шешендік сөзінде осы қасиеттер жайлы айтылған. Өте тамаша. Әрбір өлім жолдарындағы шешендік, өлім жолдарындағы адамға деген, мінезге деген сөздерді өз сөздерімен жеткізе алды. Жалпы Айтеке би бұл шешендік сөзде ақылмен сөйлеп ашуға бермеді, және де адамдармен сөз таластырмауды айтқан. Мен бұл шешендік сөзде түйгенім, біреудің сөзін аңдып, сөзін қуып керек емес деп ойлаймын. Себебі ол жақсылыққа апармайды. Жақсы, өздеріңізге берілген тапсырманы жақсы орындай алдыңыздар. Отыра қойыңыздар. Өздеріңізге. Біз кластерді толтырып, өз ойларыңызды өте жақсы қорғап шықтыңыздар. Екінші тапсырма, нақыл сөздер берілген. Көпшіліктен орнына керекті сөздерді тауып жазыңыздар. Дәптерлеріңізді ашып, жазып болған екен, қол көтеріп жауап беруге болады. Екінші тапсырма бойынша кім жауап береді? Айта қойыңыз. Тіл тас жарады, тапсырмаса бас жарады. Өте жақсы, отырыңыз. Екінші, айта қойыңыз. Жақсы сөз жарымыз. Өте жақсы. Үшінші, айта қойыңыз. Сөз жүйесін тапса, мал иесін табады. Сөз жүйесін тапса, мал иесін табады. Өте жақсы. Келесіні кім айтады? Келесі, айта қойыңыз. Жанды жаралайтын да емдейтін де сөз. Өте жақсы, отыра қойыңыз. Келесі, айта қойыңыз. Шешеннің сөзі ортақ, шебердің өзі ортақ. Дұрыстаңыздар? Келесі, үшінші топтан сұра, айта қойыңыз. Тау мен тасты жел бұзар, адамзатты сөз бұзар. Сөз бұзар. Дұрыстаңыздар? Келесі, соңғы, қалғанды кім айтады? Тағы, айтпағандар. Айта қойыңыз. Айта қойыңыз. Көре көсем боласың, сөйлеспей шешен боласың. Көре көсем боласың, сөйлей шешен боласың дейді. Дұрыстаңыздар? Өте жақсы жауап бердіңіздер, дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Келесі енді тексті сұрағы. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, би туралы не түсіндіңіздер? Кім айтады екен? Айта қойыңыз.
Халқының еңбегі туралы би қазір халқының негізін қалаушылар деп те білемін. Негізінен халық арасында хандарға көмекші ретінде де, дау-дамайларды шешетін де, экономикалық, экологиялық жағдайларға да көмектесетін сол мәселелерді жаңағы біріктіруге немесе жаңағы жалпылама айтқан кезде қазіргі таңда бізде министрлер, депутаттар сияқты ол заманның да өз билері сол нәрселердің барлығын атқарған және өз кеңестерін халықтарға беріп барлық мәселелерді шешіп отырған. Өте жақсы, отыра қойыңыз. Төле бидің даңқы шыққан атақтар туралы Төле би тобынан сұрағым келіп отыр. Кім айтады? Шығарыңыз, айта қойыңыз. Бала би, көш би, дана би, төбе би, төре би, дана би, және қарлығаш би, әзіл Би деп атаған екен, сондықтан ойыңды толықтап жеткізіп айта қой. Келесі Қаздауысты Қазбек би тобына сөз береміз. Айта қойыңыз. Қаздауысты Қазбек би ақын, майталман, шешен және қоғам қайраткері. Ел басқарған, қоғам қайраткері. Ел басқарған әділ қазы. Әділ қазы және де елші дипломат, қоғам қайраткер болған. Өте жақсы, отыра қой. Үшінші Әйтеке би тобы. Бейтеш апай. Айта қой. Әйтеке би туралы айтатын болсақ, ол кісі шешен ақын болған және де Тәуке ханның кеңесшісі, қоғам қайраткері болған. Және де Қарақалпақ қырғыз халықтарымен одақ құрған. Өте жақсы. Отыра қой. Ақылыңыз қалдар, шешендігінің тарихы, зерттеуі, тарих ретінде қалыптасу туралы бүгінгі өткен тапсырмалар бойынша өте жақсы жауап бердіңіздер. Сондықтан да мен сіздерді бағалауға топ лидерлеріне беремін. Айдана, қалай бағаладыңыз тобыңызды айта қойыңыз. Менің тобым үй жұмысы бойынша өте белсенді қатысты және кластерде біз барлығымыз топпен Қазбек биді жалпылама мағынасын түсіндіріп кеттік. Жалпы тобымды бағалайтын болсам, өте жоғары деңгейде бүгін өздерін көрсетті, әрі белсене қатысты сабаққа. Өте жақсы, отыра қойыңыз. Келесі топ, айта қойыңыз. Жалпы біздің топта барлығы белсене қатысты, кластерге өз ойларын жазды және осы сабақ бойынша бекіту сабағы барлығы жақсы орындады, сол үшін барлығына жақсы баға. Отыра қойыңыз, өте жақсы. Келесі. Мен өз тобымды бағалайтын болсам, бүгінгі үй жұмысына барлығы атсалыса қатысты, және де кластерді айтатын болсам, барлығымыз бірге топтаса шештік. Сондықтан да мен өз тобыма өте жоғары баға қоямын және қорытындылай келе, барлығы бүгін сабаққа белсенді, күшті қатысып отыр. Сондықтан да өте жоғары балл қойдым. Өте жақсы. Сонымен мен де сіздерді өте жақсы деп бағалаймын. Үй тапсырмасын берейін. Жазып алыңыздар үй тапсырмасын. Үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Бірінші тапсырма, білек сауалнама сұрақтарына жауап беріңіздер. Мен сабағымызды қорытындылай келе, балдар, енді сіздерге өте жақсы деген баға қоямын. Және асыл тастан, өнер жастан шығады деп дарынды. Халық айтса, халық сөзі әрқашанда нанымды дей келе, мен Төле бидің сөзімен білгім келіп отыр. Біліп айтқан сөзге құн жетпейді. Тауып айтқан сөзге шын жетпейді. Өзің білмесең, білгендерден үйрен, үйренгеннен ештеңе кетпейді. Керемет қыздар. Жақсы. Кәне орныңыздан тұрамыз. Сабақтарыңызды